Ассалаумағалейкум құрметті достар. Қытай елінің кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс Gearbest интернет магазиннен келген. Бір айға жуық уақыт жүрді. Осындай қорапшаның ішінде. Мінекей достар, осындай қорапшаның ішінде VR кейс деп аталады. Бұл бізде виртуалды очки. Қорапшаның ішінде осындай кішкене ғана қағазы бар екен, ағылшын және қытай тілдерінде. Комплектісінде тек осы очкиміздің өзі және мынандай линзаларын сүртуге арналған кішкентай ғана шүберек. Мінекей достар, VR кейс деп аталатын осындай құрылғымыз толықтай пластиктен жасалған. Мінекей алдыңғы жағында ұялы телефон салатын осындай бір пластиктен жасалған осындай құрылғысы бар. Осы жерге телефонымызды орнатамыз да, мына ішіне салып көре береміз. Бұл жерге 4,5 дюймнан 5-7 дюймға дейінгі смартфондарды салуға болады. Және осы жерге салып қойып, мінекей телефонның ішіндегі виртуалды әлемді мына екі линзаның көмегімен көреміз. Бұл екі линзаны көздің ара қашықтығына және мысалға көзіміздің қалай көретініне байланысты, мінекей мына линзаны шығарып, ішке кіргізіп, өзімізге ыңғайлы настройкасын таңдалсақ болады. Мінекей барлығы сапалы жасалған десек болады. Мына жерде жұмсақ кожадан сияқты материал. Және мінекей басқа келетін резинасы да реттеледі. Ұзақтығы мінекей басқа келетін жағы, биіктігі барлығы реттеледі. Және алдыңғы жағында мінекей мынандай қақпағы бар. Камерамызды ашып қоямыз да, осы камераның көмегімен виртуалды әлемде жүре беруге мүмкіндік бар. Бұл виртуалды әлемде қазіргі уақытта Play Marketте осы VR дейді. Осы VR-ға арналған көптеген бағдарламалар шығып жатыр. Соның ішіндегі ең танымал десек болады, осы Google-дың өздерінің жазған Cardboard деген осындай бағдарламасы бар. Осы кардбордтың ішінде біздің телефонымызда орнатылған басқа да осы VR-ға қатысты программалардың барлығы көрініп тұрады. Мына жерде көріп тұрсыздар, осы VR-ға арналған программаларды орнатып қойғанмын, соның бәрі кардбордтың ішінде көрініп тұр. Ең біріншісін көретін болсақ, демо ролики дейді. Осы демо роликтердің көмегімен ішіндегі көптеген заттарды көрсек болады. Және міне осы демо роликтердің ішінде мынандай бір жақсы нәрсе бар. Осы әлемнің керемет музейлерінің ішін осылай аралап көрсек болады. Мінекей осылай ашамыз да, шлемімізге салып, қазір киіп көреміз. Және мына жерде канал видео 360 дейді. Бұл жерде YouTube-тағы 360 градустық контенттер қазір көп дамыған. Мінекей соның ішінде миллиондаған просмотр жинаған видеолар бар. Мысалға, мұхиттың ішінде жүзіп жүрген мынандай видео. Мына жерде VR кнопкасын басатын болсақ, I'm not here. I'm just doing the narration. But the narration of what? Well, for Shark Week 2015, we tested the myth that sharks are scared of orca noises, killer whales, and we conducted that experiment on a shipwreck. This video is behind the scenes. Және де осы сияқты көптеген осы 360 градустық видеолар бар. Осыны шлемді киіп алып, осы видеоның ішінде жүрген сияқты әсер аламыз. Жалғыз бұл суднасындағы ғана видео емес, көптеген мысалға американский горкимен жүрген видеолары бар. Жаңағы аттракционда, және де мысалы истребительдің ішінде ұшып жүрген видео бар. Осы сияқты видеолар өте көп. Және осы сияқты көптеген 360
градустық ойындар бар, видеолар бар. Мысалға мынандай арнайы программа бар. Яғни бұл жерде үйдің проектін құруға арналған арнайы бағдарлама. Мінекей мына жерде бір проектті таңдап аламыз да, осы жерде дайын тұрған бұл проекттер. Мінекей мына карта шлемнің суретін басатын болсақ, мінекей сол алдын ала дайындалған проекттің ішінде дәл өзіміз жүрген сияқты боламыз. Ары бері қараймыз. Ары бері жүріп көрсек те болады. Және тағы бір камера кардборд деген бағдарлама бар, мінекей осындай. Бұның ішінде алдын ала көрсетілген, мінекей мынандай алдын ала дайындалып қойылған суреттер бар. Дүниенің әр жерінен түсірілген. Осы суреттерді таңдап, осы кардбордтың көмегімен көруге мүмкіндік бар. Мінекей осылай кардбордқа киіп аламыз да, мінекей жан-жағымызға ары бері қарап. Дәл осы үйдің ішінде жүрген сияқты әсер алуға болады. Және мінекей мынандай просмотр улиц деген жақсы бір бағдарлама бар. Бұл жерде әлемнің түкпір-түкпіріне миллиондаған осы кардбордқа арналған, яғни VR-ға арналған суреттер бар. Сол суреттер арқылы әлемнің кез келген жерін аралауға біздің мүмкіндігіміз бар. Мінекей мысалға Германияға барғымыз келетін болса, мемлекетті таңдаймыз да, мінекей жақындатсақ көптеген суреттер шығады. Мінекей осы шыққан суреттердің ішінен мысалға мен Альянс Аренаны таңдап алдым. Бавария футбол клубының стадионы. Сол Альянс Аренаны таңдап аламыз да, дәл стадионның ішінде жүрген сияқты әсер аламыз. Мінекей жан-жағымызға, төбемізге, түгеліне қарап, осы Альянс Арена стадион ішінде экскурсия жасауға мүмкіндігіміз бар. Мінекей осы сияқты көптеген суреттер бар. Бұл жерде жалғыз шетелдік жерлер ғана емес, өзіміздің Қазақстан, Алматы болсын, Қазақстанның басқа түкпір-түкпірінен де көптеген суреттер бар. Мінекей мысалға Алматы дейміз да. Алматыны үлкейтетін болсақ, қазір мінекей суреттер шықты. Мінекей көріп отырсыздар. Мінекей мысалға өзіміздің Алатауымыздың бір шыңын көрейік. Дәл осы суретке басамыз да. Мінекей кардбордтың суретін таңдайтын болсақ, мінекей өзіміздің Алатаудың басына шығып кеттік. Мінекей осылай дүниенің кез келген жерін өстіп қарай берсек болады. Мінекей жан-жағымызға қараймыз, жоғары аспанға, жерге, жан-жаққа бүйтіп қарай береміз. Және бұл жерде осы кардборд камераның көмегімен өзімізде жүрген жерімізде, үйіміз болсын, басқа жер болсын, кез келген жердің осындай 360 градустық видеосын, суретін түсіріп, осы Google картаға салып қойсақ болады. Және бұл жердегі бағдарламалар осымен бітпейді. Мінекей мына приложение деген бөлімге кіретін болсақ, осы Google VR шлемдеріне, VR очкилеріне арналған неше түрлі мінекей мынандай ойындары бар. Мінекей мысалға мына осы ойынның біраз не туралы екенін өстіп жан-жағымызға қарап отырып білсек болады. Мінекей барлық ойында да осындай превьюлары бар. Мінекей жан-жағымызға өстіп қарап көре береміз. Мінекей мына бағдарлама уже бар, менде орнатылған. Және осы сияқты көптеген бағдарламалар бар. Және бұл жерде тағы бір ойын бар, көрсете кетейін. Бұл VR туннель деп аталады. VR мод қосып қойдық. Көйлі басамыз. Бұл жерде енді бұл тегін бағдарлама болғандықтан ондай рекламалар көп. Мінекей осындай бір туннельдің ішімен жүреміз. Бұл жерде мысалға мына қызыл жолақшыларға соғылып қалмас үшін телефонымызбен ары-бері айландырып отырып, басымызда осы шлем киіп аламыз да, басымызды ары-бері қисайтып отырып, осы кедергілердің ортасымен кедергілерге тиіп кетпей ететін осындай
тапсырма бар. Және достар, бұл VR очкиге арналған бағдарламаның ішіндегі ең ұнағаны, және бұл жерде 360 видеоны сапалы түрде көрсететіні. Мінекей мынандай бағдарлама бар. Визин деп аталады. Мінекей осының ішінде көптеген мынандай видеолар салып қойылған. Бірақ бұл видеолардың размері өте үлкен болғандықтан оларды жүктеп алу керек. Мен 3 видеоны ғана жүктеп алдым. Оның ішінде ең ұнағаны мына осы екі, осы мына кішкентай баламен мына қоян туралы 2 видео. Мына жақта бір нәрсе келіп жатыр, ұшып келе жатыр. Мінекей қоянымыз келді жанымызға. Мінекей мына 3D сияқты көрінеді, 360 болғандықтан өте көзімізге жақын, сондай бір реалистичный десе болады. Және екінші видеоны көрсететін болсам, бұл жерде де мінекей өте жақсы Мінекей достар, осындай шлемнің көмегімен осы VR әлемнің қазір қарқынды дамып жатқан осы виртуальная реальность дейді. Яғни виртуалды әлемнің мүмкіншіліктерін осы шлемнің көмегімен байқауға мүмкіндігіміз бар. Әрине бұл жерде енді қымбат Samsung Gear VR деген очкилер сияқты полный погружение болмайды әрине. Бірақ дегенмен бұл өте жақсы аппарат, ойыншық деуге болады. Бай уақыт өткізіп, арасында осындай қызық-қызық дүниелерді қарағанға, не болмаса жаңағы дүниенің кез келген түкпіріне барып саяхат жасауға виртуалды түрде әрине өте жақсы, таптырмайтын құрал десе болады. Бағасы небәрі $10. Егер бұл $10 сізге қымбатқа түсіп жатса, неге осы Қытай магазиндерінде $1-2 сатылып жатқан осындай бір картоннан жасалған арзан варианттары бар. Осы арзан варианттардың көмегімен көрсетсе болады. Мінекей достар, назарға көргендеріңіз үшін көп рахмет. Видеоны лайк басыңыздар, каналға жазылып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса осы видеоның астына, не болмаса ВКонтактедегі тобымызға қосылып, сол жерде қойсаңыздар болады.